ИКОВ Кизет порталында соттан тыс банкроттық процедураны тоқтату туралы өтініш беру үшін ИКОВ Кизет порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға кеден және салықтар, экономика және қаржы бөлімін таңдаңыз. Соттан тыс банкроттық процедураны қолдану қызметіне тапсырыс беру қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Ұсынылған өтініш түрлері ішінен соттан тыс банкроттық процедураны тоқтату туралы өтініш беруді таңдаңыз. Өз email почтаңызда және қызметті тоқтатуға өтініш беруге негіз болған себепті сипаттаңыз. Сондай-ақ бастапқы өтініш бойынша мәліметтерді толтырыңыз. Рәсімді қолдану туралы бұрын берілген өтініштің номері, банкроттық рәсімін қолдану туралы бұрын берілген өтініштің күні. Өтінімге қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен қол қойыңыз. Қызметтің нәтижесі 15 күн ішінде жеке кабинетте пайда болады.